Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін мен YouTube каналыма бір қызықты, яғни мәлімет салып отырмын. Бұл видео сіздерге жаңағыдай ұнайды деген ойдамын. Яғни QR код, яғни біздер YouTube каналымыздағы видео жазбаларды, немесе жаңағыдай тексттерді, немесе жаңағыдай сондай бір жауаптарды жалпы QR кодқа жүктеуімізге болады екен. Яғни QR кодқа жүктеу арқылы біз сканерден өткіземіз QR кодты. Сол арқылы жаңағыдай сілтеме ашатын болады. Немесе сілтеме, немесе сурет деген сияқты. Так, сканер QR кодты аламыз, ашамыз. Так, ашқаннан кейін мына жердегі QR кодты түсіресіздер. Яғни сілтеме шығып тұр. Так, сілтемені бассаңыздар, яғни сілтемеге не жүктелді? Яғни YouTube каналдағы видеоны жүктеген болатын. Яғни соны жаңағыдай қазір бізге ашып көрсетеді. Так, QR кодты не параққа шығарып, немесе бір текстті, немесе бір слайдқа, яғни тиімді әртүрлі мақсатта пайдалануға болады. Яғни осы видеоның негізінде өздеріңіз бір дүние жасап көрсеңіздер болады. Яғни былайша айтқанда, ары қарап осы QR кодқа қалай жүктеуге болады сілтемені. Егер сол нәрселер сіздерге қызық болатын болса, осы төменде комментарий жазып кетіңіздер. Яғни ары қарай QR кодқа қалай сілтемені жүктеуге болады, немесе сурет жүктеуге болады, не текст жүктеуге болады. Осы бойынша егер сіздерге қызық болатын болса, мен ары қарай QR кодқа қалай жүктеу керек видеосын салатын боламын.